Достар, енді біздер Каспий KZ-тің партнері болу үшін оларға заявка тастауымыз керек. Оның үшін біздер Каспий приложенияға өтеміз. Каспий приложениядан магазинді таңдаймыз менюдан. Магазинға өткеннен соң ең астына өтеміз. Каспий продауса деп тұр, кабинет продауса деп тұр. Оның астында начать продавать Каспий KZ дегенді басамыз. Бассақ, мына жерде заполнить заявканы бір басасыз. Заполнить заявканы бір басасыз. Сіздің ИП бар ма, жоқ па, или ТО ма, регистрациядан өткен ба бизнесіңіз деп тұр. ИП болса, иә, ТО болса, иә, вообще регистрациядан өткен болсаңыз, да деп қоясыз. Болды, ары қарай. Регистрациядан өтпеген болсаңыз, мына жерден жібермейді. ИП туралы сабақты көріп өтесіздер, ИП ашу туралы. Ол да тоже Каспий приложение арқылы ашылады. ИН номеріңізді жазасыз. Название компания деген жерге сатып жатқан магазиніңіздің атын қоясыз. Немесе енді жаңадан ойлап табасыз, енді бастамақшы болсаңыз. Категорияға өтесіз. Қандай категория бойынша товар сатасыз? Мысалға, строительство, ремонт деген жерге ремонт басып тұрып, өзіңіздің категориялар бойынша таңдайсыздар. И астында проценттарын жазып қойды. Қанша процент алады товардан категорияларды, соларды көрсетіп қойды. 7%-тен 10%-қа дейін дейді строительство, мысалға таңдадым. Егер бұл жерде жоқ болса, категорияңыз другойны бассаңыз, міне, астында вариантыңызды жазасыз өзіңіздің. Мысалға, сондай болады. И астына атыңызды жазасыз, телефоныңызды жазасыз, емейліңізді жазасыз, продолжитті басасыз. Болды, заявка сомен кетеді. Олар бір күннің ішінде хабарласады сізге, достар. Хабарласып, и Каспий Pay орнатуыңызды сұрайды. Каспий Pay'ді ашқаннан кейін уже о жерде подключается деп шығады. Магазинді қосыңыз деп. Каспий магазинді. Ең бірінші мына жерге заявка тастаймыз. Одан кейін Каспий Pay, достар. И сомен сіздің мына жерден өткен поштаңыз бар ғой, қазіргі жазған поштаңыз. Оған логин пароль жіберіледі. Сол логин пароль бойынша бір рет істететін пароль береді. Кіріп тұрып, сіз парольді изменить етесіз, бастап кете бересіз магазинда, достар. Ары қарай сабақты тамамдаймын, достар. Түсінікті болды деген үміттемін.